Құрметті отандастар, мен жаңа ғана видео түсірдім, вывод жасадым, Амир Капитал платформасынан, кошелектан, P2Cash обменникқа, Каспий Голдқа. Видео верификация өту үшін міндетті түрде жаңағы мынау экранды мен запись жасап отырмын ғой, ноутбук арқылы. Осыны өшіріп тастап қосқан едім, сразу шығарып берді. Себебі мен сіздерге көрсетіп отырмын ғой оның бәрін. Сондықтан сол жағынан уже запрет та видеоға жазуға болмайды екен. Өшіріп тастадым видеоны, содан кейін барып шығардым. Ақшам енді бұйырса 5-10 минутта түсу керек. Мен сіздерге дәл қазір жаңағы $107 қалай вывод болғанын көрсетейін деп отырмын. Міне заявка в обработке деп тұр. 23.09.21 бүгінгі күні 20.26-да, жаңа мен 27 болып тұрмын, көріп отырсыздар, мен 28 2 минут бұрын шықты. $107 внешний кошелекқа деп тұр. Кнопканы басып кеп жібереміз. Мына жерге жазып қояды. Номер заявки 22-27-310, адрес внешнего кошелька, сыртқы кошелектің адресі деп жаңағы обменниктің адресі көрсетіп отыр. Комиссия за вывод 0,5 USDT деп тұр. Көрдіңіздер ма? Осылай тапқан өздеріңіздің биткоиндарыңызды, эфириумдарыңызды, цифровой ақшаларыңызды электронный обменник, P2Cash, тағы да басқа обменниктер өте көп. Сол арқылы сіздер жаңағы шығара бере аласыздар. Сондықтан мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. 10 рет ойланып отырғаннан байыған адам көрген жоқпын. Ойланып отырғаннан ешкім байымайды. Сондықтан 9 рет толғана бермей, 10 рет ойланып, 9 рет толғана бермей, міндетті түрде тікелей әрекетке көшіңіздер. Ол деген сөз, мысалы сіз криптовалютаны мүлдем білмесеңіз, ашыңыз интернетте. Криптовалюта деген не? Блокчейн деген не? Сатоши деген не? Сол туралы ақпаратты міндетті түрде ашып қараңыздар, үйреніңіздер. Қазіргі таңда интернет нарығында хайп та көп, лохотрон да көп, бірақ шын мәнінде жаңағы шынайы алаңдар да көп. Алаң деген платформалар ғой, айтайын дегенім. Қазіргі таңда өзіміздің отандастарымыз да өздерінің қызметтерін токенизациялау арқылы керемет мүмкіндікті көрсетіп отыр. Дәл қазір Амир Капитал платформасы бұл да өзіміздің отандасымыздың платформасы, бірақ ол Европа заң аясында жұмыс жасап жатыр. Болашақта өзінің платформасын Канаданың заң аясына алып барып тіркеп, сол жақ арқылы жұмыс жасайын деп отыр. Сондықтан нағыз керекті ақпаратты жіберіп алмаймын десеңіз, лайк, комментарий міндетті түрде осы видеоны YouTube арқылы қазақ аудиториясына таралғанын қаласаңыз, одан кейін міндетті түрде осы каналға жазылып қойыңыздар. Себебі мен сіздерге болашақта керемет ақпараттармен бөлісіп отырамын. Өзімнің білген. Білмесем, YouTube-ты ашып үйренемін. Орысша ақпараттардан сіздерге қазақша етіп түсіндіріп жеткізуге тырысамын. Сондықтан, құрметті экранның ар жағында отырған замандастар, отандастар, барлығы өз қолдарыңызда екенін айтқым келеді. Тек қана сіз жақтан әрекет болса болғаны. Сондықтан әрекеттеріңізді ешқашан тоқтатпаңыздар. Міндетті түрде осы видеоны өздеріңіз сияқты табыс тапқысы келетін, криптовалютаны үйренгісі келетін, болмасам сіз өзіңіздің жаңағы түсінбей жатсаңыз, өзіңіз түсінеді ау деген адамдарыңызға жіберіп, бөлісіп кеп жіберіңіздерші. Себебі өзіңіз сияқты, мен сияқты мүмкіндік іздеп жүрген адамдар Қазақстанда өте көп. Сондықтан сондай адамдарға көмектесу мақсатында бірінші кезекте ақшаларыңызды құнсызданудан сақтау мақсатында осындай бірегей керемет платформалардан табыс табу мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Менде бұл бірақ платформа, дәл қазіргі таңда сіздерге айтып жатырған. Бұндай платформаның 9-ы бар менде. Мен сіздерге әр видеода өзімнің жұмыс жасап жатырған платформаларын туралы өзімнің білген ақпаратымды жеткізе отырып, өздеріңізге осындай мүмкіндіктерді көрсетемін, үйретемін. Менімен бірге жұмыс жасаймын деген экранның ар жағында отырған бизнес әріптестерге осындай мүмкіндікті қолымнан келгенше жаңағы көрсетуге, үйретуге тырысамын. Сондықтан сіздерден экранның ар жағында отырған замандастар лайк және комментарий плюс подписаться деген кнопкасын басуды ұмытып кетпеңіздер. Себебі келесі видео бұдан да сіздерге қызығырақ, бұдан да сіздер үшін маңыздырақ болуы мүмкін. Сондықтан жіберіп алмаңыздар.